Alhamdulillahi вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Құрметті жамағат, мына бүгінгі тақырыбымызда мешітке қатысты айта кеткіміз келіп отыр. Құран кәрімде Алла Тағала валиллахи ал-масаджиду лиллахи иннамал масаджиду лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада. Расында мешіттер Алланыкі, Алламен бірге еш нәрсеге дұға жасамаңдар деген аят келеді. Осы көреміз, аятта Алла Тағала мешіттерді тікелей Аллаға тән деп отыр. Яғни ешкімнің жеке мүлкі болып есептелмейді мешіт деген. Мешіттің бір егесі болмайды. Мешітке имамдар болатын болса, басқа болса, ол жауапты адамдар белгілі уақытқа, ал бірақ мешіттің өзі тікелей Алла Тағалаға тән болады, ешкімнің жеке мүлкі болып есептелмейді. Мешіт мұсылмандардікі Алла Тағалаға құлшылық жасайтын орны болып есептеледі екен. Соны көреміз, мұсылмандардың баршасы мешіт деген уақытта бір бүйірлері бұрып тұратын болған үнемі. Өзіне жасай алмаған нәрсесін мешітке жасайтын болған үнемі. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында да көреміз. Бір күні пайғамбарымыздың кезінде шырақ жанып тұратын болған мешітте. Шырақ деген білесіздер, мақтаны орайды, батырып майға жағып қояды, оның түтіні көп шығады, жарығы аз. Сондай уақыт болып жүрген кездерінде әр жерге бір жағып қойып, соны мешітте қолданатын болған түнгі уақыттарында. Бір күні бір сахаба Шамға барған уақытысында, Шам қаласында, енді ол жер Шам қаласы мәдениеттің дамыған жері болған. Түрлі діндер, түрлі пайғамбарлар өткен, ғылым ортасы болған үнемі. Сол жерде көреміз, мына лампа ойлап тапқан екен сол кезде. Сонда бұның лампының жарығы көп болады, түтіні аз екен. Соны көргеннен кейін бұл кісі сахаба 2 шамды сатып алды дейді, сол жердің арнайы мешітке деп сатып алған екен. Қараңыз, өзінің үйіне деп емес, мешітке қоямыз деп сатып алып келген. Алып келіп, мешітке алып келіп қояды, таң намаздан бұрын алып келіп жағып қойған екен. Сонда ертерек кірген сахабалар көреді де, мынаны кім алып келді дейді, мұсылмандардың нәрсесі емес, христиандардың заты ғой, қолданып жүрген деп. Пайғамбар бұған не дейді дейді. Сонда білмеймін, маған ұнады, мен өзім соны алып келдім осы жерге дейді. Сөйтіп отырған уақыттарында таң намазының уақыты жақындаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке кіріп келді дейді. Кіргеннен кейін жаңа лампаға көзі түседі, Шамға. Мынаны кім әкелді дейді. Сол уақытта сахаба не істерін білмей қалып, мен алып келіп едім дейді. Сол кезде наввараллаху мен наввара масжидана, мешітімізді нұрландырғанды Алла нұрландырсын. Керемет қой деп айтқанда жаңа. Демек не екен? Сол кезде көретініміз, мұсылмандар үнемі мешіт деген уақытта мешіттің жағдайын жасауға келген. Ол сол кезде емес, қазір де солай. Мысалы көреміз, көп адамдар біздерге кеше Рамазан келе жатыр деп су тасып жатқан адамдарды көресіз мешітке, құрма тасып жатқандарды, қағаздар тасып жатқанын көресіз, Құран кітаптар алып келіп жатқан адамдарды көресіз. Оны маған алып келіп жатқан жоқ қой, оны мешітке деп алып келіп жатыр. Демек не екен? Адамның, мұсылманның көңілі ол бәрібір мешітке деген нәрсе ол бұрылып тұр да. Ол бұны ешкім тоқтата алмайды. Алланың үйі деген кезде мұсылманның өзінің көкейінде бір Аллаға деген бір ықыласы, мешітке деген уақытта сол мешітке құлшылық жасалып жатыр деп, сол жерге бір ынтасы болып тұратындығы. Бір күні бір мынандай бір оқиға болады. Мына мұсылмандардың халифасы болған, Аббасилердің халифасы Харун Рашид атақты. Сол Харун Рашид бір күні отбасында отырып, әйелімен ұрсып қалады ғой. Сөйтіп, әйеліне айтады: бүгін түнде мен басқарып отырған топырақтардың бәрінен шығып кетпейінше, мен басқарып тұрған территориядан шығып кетпейінсең, сен талақсың дейді ғой әйелінен. Енді ол уақытта самолет жоқ, қазір ұшып кететін машина жоқ, басқа шекарадан өтіп кете салатындай. Сөйтеді де, бұл енді бір түнде әйел шығып кете алмайтынды біледі, енді ант етіп қойды. Әйелім талақ болатын болды енді дейді, не істерін білмей, сол кезде ғұлама имам Мұхаммед еді дейді, Абу Ханифаның шәкірті Мұхаммед Шайбани, сол кісіні шақыртады. Жағдай мынандай болды, енді не істейміз дейді. Бір шешімін тауып бер дейді. Ол кезде білесіздер, Аббаси халифат деген дүниенің жартысын билеп тұрған кез ғой, ол бір түнде шығып кету мүмкін емес ол территориядан. Соны шақырып сұраған уақытысында
имам Мұхаммед күлгенде, онда әйеліңіз бүгін мешітте қонсын деп айтқан. Өйткені мешіттер сіздікі емес, мешіттер Алланікі деп айтқан. Сонда әйелің өзіндікі болып қалады деп мәселені шешкендігі бар. Демек не екен? Иннамал масаджиду лилла дегенде мешіттер Алланікі деп айтқан уақытта бірден сол сөзге сүйене отырып, Құранның аятына сүйене отырып, мәселені бірден солай бұрғандығын көреміз. Ендеше, мына мешіттер Алла Тағалаға құлшылық жасалатын үй, қасиетті үйіміз деп айтамыз. Өйткені бір Аллаға ғана құлшылық жасалады, Алла Тағала дәріптеліп мақталады, Алла ұлықталады. Соның үшін де мешіттеріміз біздің ең қасиетті жерлеріміз болып есептеледі деген ағайын. Мына мешіттің өзінің де бір әдебі бар ағайындар. Ол мешіттің әдебін мұсылман адамдар үнемі сақтап отыру керек. Мына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам заманында көреміз, мешітке кірген адам бір садағын асынып, я болмаса қылышымен кіріп қалған адам болатын болса, біреуге тиіп кетпесін деп жанында бекем ұстайтын болған. Жаңа садағын асынып кірген адам болған болса, егер оны садағы біреуге тиіп кетпесін деп үнемі соны қадағалап жүретін болған. Біреуге жаңағы зиян тимесін деп. Сонда көреміз, мешіт бұл Алла Тағала құлшылық жасаймын деп адамның келіп отырған адамның бір ниетін бұзып жібермеу керек қой. Тиісіп біреуге бір көңіліне тиетін нәрсені айтып, адам құлшылыққа келіп отырған адам ашуланып біреуге бір ішінде бір жаңағы ашу пайда болып, кек пайда болып, ондай нәрсеге бармау керек. Сол нәрсенің алдын алып отыру керек. Бұл мұсылманның әрбіріне міндеттелген нәрсе екен. Мына көреміз, кейде бізде жастарымыз алдыңғы сапта намаз оқимын деген ниетпен алдыға аттап-пұттап ерілдің үстін таптап өтіп жатқан адамдарды да көресіз. Бірақ ол дұрыс емес. Алдыңғы сапта намаз оқығысы келген адам ертерек келу керек. Неге? Сөйтіп алдыңғы сапта отыру керек. Ал енді ең соңында келіп алып, елдің барлығының арасын бөліп, жарып, аттап, елдің қаншама адам жақтырмайды. Отырған жеріңізде үстіңізден біреу аттап өтіп жатса, сіз де ашуланасыз. Ертерек келмей ма бұл деген секілді. Ал енді кейде ерте оқып алғаны, ерте шығатын адам асығыс болатын болса, бір намазға, онда арт жақта бір жерде бір оқып алып шығып кету керек қой. Бірінші сапта оқып, кейін елді таптап өтіп, арасынан елдің мазасын алмау керек. Бір күні мынандай оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құтпаға шығып, құтпа оқып тұрған уақытысында бір адам кешігіп келеді, кіріп адамдарды бөліп жарып арасынан аттап алды қарай өтіп келе жатқанын көрген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған айтады: сен өзің біріншіден кешігіп келесің, екіншіден елдің бәрін аттап өтіп келе жатсың, отыр орныңа дейді. Орнына бірден отырғызған. Бұл нәрсенің дұрыс емес екендігін, адамдардың азасын алу деген нәрсені. Соның үшін барынша әдепке мән беруіміз керек қой. Әдеп деген өте маңызды. Бір-бірімізге зиян тигізбеу. Әл-муслиму мән салим әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи дейді. Шынайы мұсылман деген өзгелер оның қолынан да тілінен де зиян көрмейтін адам деген. Біреуге зиян тигізбей құлшылық намазын оқып сөйтіп өткеніміз ол ең дұрысы. Ол сауапты болғанда сол. Өйткені мешітке келген уақыттағы ең негізгі мақсаттан айырылып, мақсаттан бұрылып кетіп, немесе негізгі мақсатты жоғалтып алу деген нәрсе ол дұрыс емес екен. Не мақсатпен келе жатсыз? Құлшылық жасайын дедіңіз бе? Келіп құлшылығыңызды жасап, зікіріңізді айтып, ертерек келген болсаңыз, жаңағы намазыңыз болса, намазыңызды оқып алып, тәспіңіз тартатын болсаңыз, тәспіңізді тартып, Құран оқитын адам Құранын оқып, кішкене сауабын жинап отыруға талпынуы деген нәрсе өте маңызды. Біз мына ойлаймыз ғой, намазды оқыған уақытта 27 есе сауап артық алады деп отырмыз. Тек қана намазда деп ойлаймыз, бірақ хадис шәрифтерде көреміз, кімде-кім бір намазын оқып алып, екінші намазын күтіп отырған болса, фахуа фис солати хатта юсаллиха деп айтқан. Екінші намазын оқығанша дейді, ол намазда болып есептеледі дейді. Намазды күтіп отырған адам намазда болғанның үкімінде дейді. Яғни ол адам сауабын жинап жатыр деген сөз, бәрібір отырып алып та. Соның үшін де мүмкіндігінше зікірін айтуға, Құранын оқуға, соған талпынып отырған деген бұл өте маңызды істерден екен. Содан кейін кейбір нәрселер бар. Енді бұнда айта кететін нәрселеріміз тарауих уақыттарында, осы хатым түсіріліп жатқан уақыттарда да болады. Кей кездерде ол өзімізде де байқап қаламыз. Кейде мына жаңа сол жақта, оң жақта, кей кезде арт жақтан мына мысалға оқып жатқан қарилар шатасып қалса, сондайда айқайлап сырттан айтып жатқан адамды да байқап қаласыз.
бірақ ондайларыңыз қажет емес ағайындар, өйткені мына жерде қарилар тұр ғой, олар айтады, түзейді. Ана өзі лұқма беру деген нәрсе бар, адам түзету деген нәрсе ше. Бұның өзінің әдебі бар. Бірінші ана қариға мүмкіндік береді, оқып көреді, ары бері ала ала ма, ала алмай ма. Өзі ала алмай тоқтаса, онда арттан айтады сол кезде бар. Онда жамырап барлығы емес, біреу ғана айту керек та, өйткені адам не болып кеткенін түсінбей қалмау керек та, оқып тұрған адамның өзі. Ол бар. Ал егер өзі байқамай өтіп кеткен болса, арттағы тұрған бірден тоқтатады, оны түзеп жібереді та, өтіп кеткен жерін. Соның үшін жаңағы ұзақтан айтқан нәрсе естілмейді бәрібір. Оны да ескерейік. Ол қанша айқайлағанмен адам ұзақтан айқайлап айтсаңыз да, ол естілмейді да, сонымен ол бір пайдасы болмайды деген сөз. Соның үшін жаңағы арттағы тұрған қариларымыз бұл нәрсені түзейді деген иншалла. Бұл нәрселерге де бір мән берсек. Енді көреміз, жаңағы кішкене ертерек келіп отырған адам зікірін айтып отырса мешітте. Өйткені адам сауап жинауға қарай талпынған уақытында міндетті түрде шайтан оны сауап алудан махрұм қалдыруға қарай тырысады. Ол міндетті түрде болады ол нәрсе. Адамды мүмкіндігінше сауапсыз қайтса, алса да сауабын азырақ алып кетсе көп емес. Ол шайтанның өзінің жұмысы ол. Сонда көреміз, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді: ат-тухур шатрул иман. Тазалық иманның жартысы деп айтқан. Жақсылап тазаланып, дәретін алуы деген нәрсе. Бұның өзі тазалықты сақтау деген нәрсе иманның жартысы болады дейді бірінші. Вальхамдулиллахи тамлаул мизан. Альхамдулилля деп айту таразын толтырады дейміз. Бұл біз ойлаймыз ғой, мысалы, альхамдулилля деп Аллаға шүкір етеміз, Аллаға шүкір деп айтып жатырмыз. Мысалы, оқып жатқан намазымыз көзге көрінбегеннен кейін біз есептей алмаймыз бұл нәрсені. Сауабы қаншалықты екенін. Бірақ оның сауабы деген өте үлкен. Намазда тұрған уақытта Құран оқыған кезде қаншама аят өтіп жатыр, адамға сауап деген үйіліп келіп жатыр деген сөз. Bir қараңыз, альхамдулилля деп айту таразын толтырады деп отыр. Таразын толтыратын үлкен сауапты іс екендігін айтады. Субханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ау тамлау ма байна ас-самаи вал ард. Субханалла мен альхамдулилля деген екі сөз мына жер мен көктің арасын толтырып жіберетін үлкен сауап деп айтып жатыр. Одан кейін қараңыз, хадистің жалғасында уассалату нурун дейді. Намаз нұр болады адамға. Уассадақату бурханун дейді. Садақа дәлел болады. Уассабру дияун дейді. Сабырлық, шынайлық, ол сәуле болады адамға. Уал Құрану худжатун лака ау алейк дейді. Құран сенің пайдаңа, не зияныңа куәгер болады ертең дейді. Қиямет болған уақытта. Күллу наси яғду, әрбір адам баласы таңын атырады, фабайун нафсаку дейді. Өзінің нәпсін саудаға салады, өзінің жанын адам. Фамуатиқуха ау мубиқуха дейді. Не өзін құтқарып алып шығады, немесе батырады дейді. Демек не екен, адамның күнделікті өмірі солай екен. Әрбір жасаған істеріне үлкен-үлкен сауап беріліп жатқан сияқты адам өзін-өзі саудаға салып жатыр дейді. Не құрдымға кетіретін, не құтқаратын жағдайға қарай. Бұл адамның өзінің қолына мүмкіндігі берілген. Соның ішінде кімде-кім жаңағыдай жақсылығын көбірек жасайтын болса, қателік істеріне Алла Тағаладан кешірім сұрайтын болса, қателіктері өшіріліп, жақсылықтары артады да, адам құтылған адам болып есептеледі. Ал енді жасаған қателігін кейде менсінбейтін тәкаппарлық болады. Менікі деген не ол? Ана пәленшенкін қарасы ше. Соларда тірі жүр ғой, өлмей-ақ деген сияқты біреуді мысал қылады. Біреуді не қыласың? Сізге қатысы жоқ нәрсе ол. Кім не болса, адам ислам діні келген кезде әр адамның бірінші өзін-өз нәпсісін есепке тартуға бұйырған. Соның ішінде адам шынайы көңілінде Аллаға деген ықыласын жаңағыдай нәрселерге салыстыру арқылы бұзып алмау керек қой. Шынайы көңілде Алла Тағалаға тәубе ету керек. Алла Тағала жақсылығыңды бер деп өзінің дүние тіршілігіне, ақыретіне жақсылығын тілеп отыратын болса, Алла Тағала оның ешкімнің сауабын жеп қоймайды екен, соны береді екен. Ендеше мешітке ертерек келген кісілер үнемі зікірін айтып отыратын болса, сауабына кенеле береді екен. Алла Тағала баршамыздың ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.